Дана, ана құлынға қараш, сүйкімді екен. Иә, өте сүйкімді. Алан, Неге құлын дейсің? құлын емес пе? Қазақ тілінде сөздердің жазылу мен айтылу ережелері бар. Тілімізде сөздер көбіне қалай жазылса, солай оқылады, бірақ кейде сөздердің жазылуы мен айтылуында өзгешелік болады. Алғашқы буындағы о дыбыстары екінші буындағы дыбысын о-ға айналдырады. Солай ма? Иә, және түбірдің соңғы з дыбыстарының бірі ш дыбысының алдына келсе, олар ш болып айтылады. Мысалы, басшы. Қызық. Ал біріккен сөздің не сөз тіркесінің алғашқы сыңары қатаң дауыссызына аяқталып, соңғы сыңары ұяңнан басталса, ол қатаңданып айтылады, бірақ жазылғанда түбірі сақталады. Мысал келтіре аласың ба? Қос білезік. Дұрыс па? Иә, дұрыс. Дана, көрік, түбір сөздеріне қандай ереже қолданылатынын айта аласың ба? Көрік? Түбір? Бұл сөздердің алғашқы буындағы дыбыстары екінші буындағы дыбысын үге айналдырады. Солай ма? Жарайсың.